Яна Леккадимова 2001 жылы 31 тамызда Батыс Қазақстан облысы Чапаев ауылында дүниеге келген. Әкесіз өскен. 2018 жылы мектепті алтын белгі төс белдігімен үздік бітірген. Анасы Галинамен бірге Атырауға көшіп, мұнай және газ университетінде грантпен оқып, магистратураны тәмамдаған. Геологиялық барлау институтында жұмыс істеген. Аспирантураға түсуді жоспарлаған. Қазақстанда Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Яна Леккадимованың өліміне қатысты үкім шығарды. Сот процесі 2 айға жуық уақыт созылып, елде үлкен резонанс тудырды. Айыпталушылар Янамен қарым-қатынаста болған Ризуан Қайыржанов және оның досы Алтынбек Қатимов. Университетте Яна Ризуан Қайыржановпен танысқан. 2024 жылдың маусым айында олар кездесе бастаған. Бір айдан кейін Яна өзін таңдаған адамның басқа қызбен де қарым-қатынасы бар екенін білген. Яна мен Ризуан арасындағы хат-хабарлар істің бірнеше томын құрды. Яна өзінің пайдаланғандай сезініп, екі жүзділіктің сыртын басқа қызға айтпақ болған. Ризуан оны жаңа жылға дейін үндемеген және қарым-қатынас жайлы ешкімге айтпаған. Көндіргісі келген. Мен тек сені келіп бәрін айтып қоясың ба деген қорқыныш биледі деп жазған. 18 қазан Янаның жоғалып кеткен күні. Ризуан досы Алтынбекке жазған. Янаны алып тастау керек. Ол екінші қыздың нөмірін тауып, маған жамандық жасайды. Алтынбек келісіп, бұл қызметі үшін 500 мың теңге, шамамен 100 мың рубль сұраған. Өлтіру әдістері: балконнан лақтыру, улау, тұншықтыру. Ризуан Янаны шақырып алды. Көлікте Яна оны ұстап тұрып, тұншықтырмақ болған деген сылтаумен өзі тұншықтырады. Алтынбек есікті сыртынан ұстап тұрады. Денесін Жайық өзеніне тастайды. Кейін екі дос істі тойлауға барған. Янаның анасы Галина қызының хабарсыз кеткенін білген бойда күнделігін тауып Ризуанға хабарласады. Сөйлеген сәтте Ризуан кекештеніп дірілдеген, полицияға барлығын жеткізген. 20 күннен кейін Ризуан мен Алтынбек ұсталды. Олар бірден тұншықтырып, денесін суға тастағанын мойындады. Янаның сүйегі жоғалғаннан кейін 8 ай өткен соң табылады. Жануарлар денеге зақым келтірген. Төменгі жақ, қол-аяқ, жамбас сүйектері болмаған. Сот процесі 2025 жылы 17 қыркүйекте басталып, қараша айында үкім шықты. Судья Зарема Хамидуллина Ризуан Қайыржанов пен Алтынбек Қатимовты өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Олар өте қауіпті мекемеде мерзімін өтейді. Сот сіздерді бұл әрекетке саналы түрде бардыңыздар. Өмірді 500 мың теңгеге бағалағансыздар, деді. Анасының пайдасына 1.955.000 теңге материалдық шығын және әрқайсысынан 15 миллион теңге моралдық зиян өндірілді. Сот үкімі әлі күшіне енген жоқ, апелляцияға берілуі мүмкін. Айта кетерлігі, осы істен 8 ай бұрын Қазақстанда экс-министр Қуандық Бишімбаевтың әйелі садистік жолмен өлтірілгені үшін жауапқа тартылған іс бойынша үкім шыққан болатын. Екі істе тұрмыстық зорлық-зомбылық пен әйел өлтіру мәселесін қоғамда қатты қозғады. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.